Айнұр Нұрланмен университеттің 2-ші курсында танысты. Ол кезде бәрі қарапайым еді. Лекция, кітапхана, емтихан, кофе ішіп отырып ұзақ сөйлесу. Нұрлан көп сөйлемейтін, бірақ сөйлеген сөзі орнықты, артық уәде бермейтін, сабырлы жігіт болатын. Айнұр керісінше, ашық, тез күлетін, эмоциясын жасыра алмайтын қыз еді. Екеуі бір-біріне ұқсамаса да, сол айырмашылық бір тартылыс сияқты сезілді. Нұрлан оның сөйлегенін тыңдайтын, ал Айнұр Нұрланның үнсіздігін түсінуге тырысатын. Бір күні жаңбырлы кеште олар бірге жүріп келе жатып, Нұрлан алғаш рет ұзақ үнсіздіктен кейін жай ғана: «Сен менің өмірімде болғаның дұрыс сияқты», деді. Айнұр сол сөзден кейін көп ойланбады, тек жүрегі бір жылынып кеткендей болды. Уақыт өте, олар бір-біріне үйренді. Қиындықтары да болды, түсініспеушілік те болды, бірақ үлкен махаббат бар еді. Нұрлан ешқашан әдемі сөзбен алдамайтын, бірақ істеп көрсететін. Айнұр соған сенді. Бір жылдан кейін Нұрлан үйленуге ұсыныс жасады. Қарапайым ғана кешеді. Үлкен сән-салтанат жоқ, артық сөз, тек сақина мен бір сөйлем. «Мен сенімен өмірімді бірге өткізгім келеді». Айнұр «Я» деді. Той да өтті. Қарапайым, бірақ көңілді. Туыстар жиналды, музыка ойнады, бәрі бақыт тілеп жатты. Айнұр ақ көйлекте өзін басқа әлемге кіргендей сезінді. Нұрлан оның қолынан ұстап тұрып, үнсіз ғана күліп қойды. Сол үнсіздік оның ең үлкен уәдесі сияқты еді. Тойдан кейін олар Нұрланның үйіне барды. Үй үлкен емес, бірақ таза, реттелген болатын. Нұрланның анасы, Қалампыр апа, есік алдында қарсы алды. Басында жылы көрінген, бірақ көзінде бір салқындық бар еді. Алғашқы күндер Айнұр үшін бәрі жаңа болды. Ол үйге үйренуге тырысты. Таңертең ерте тұрып ас дайындады, үй жинады. Жаңа өмір осылай басталуы керек шығар деп ойлады. Нұрлан жұмыстан келгенде шаршап тұрса да, оның қасына отырып, аз сөйлеп, бірақ қасында болуға тырысатын. Бірақ күндер өткен сайын үй ішіндегі атмосфера өзгере бастады. Қалампыр апа кейде сөзбен қатты тимесе де, әр істен мін табатын. Айнұр бәрін жүрекке жақын қабылдайтын. Ол ешкімге шағымданбады. Нұрланды да мазаламауға тырысты. Нұрлан болса көбіне «Шыдашы, анам солай үйренген», деп ғана қоятын. Айнұр ішінен түсінбейтін бір сезім пайда бола бастады. Ол бақытты болуы керек сияқты еді. Бірақ ішкі бір ауырлық оны қысып тұрды. Ол өзін бөтен адам сияқты сезінетін сәттер көбейді. Соған қарамастан, ол Нұрланды жақсы көретін. Сол махаббат оны ұстап тұрды. Бірақ бір нәрсе анық еді. Бұл жаңа өмір тек махаббатпен ғана емес, мінезбен, сабырмен, түсіністікпен сыналатын еді. Күндер өте берді. Айнұр бұл үйге бірте-бірте үйреніп келе жатқандай көрінді. Бірақ ішкі жағынан ол күн сайын аздап шаршай берді. Таңертең ерте тұрып бәрін жасап үлгеруге тырысатын, кешке дейін үй тірлігі. Ал кешке Нұрлан келгенде бір сәтке ғана тыныс алатындай болатын. Нұрлан жұмыстан келгенде көбіне үнсіз отыратын. Телефон қарап немесе дем алып, күннің шаршауын шығаратын. Айнұр оған бәрін айтып бергісі келетін, бірақ әр жолы тоқтап қалатын. Оны мазаламауым керек шығар, деп өз-өзін тежейтін. Қалампыр апаның мінезі де сол қалып еді. Ашық ұрыспайтын, бірақ әр сөзінде бір салмақ болатын. Бірде «бұлай емес», бірде «бізде олай істелмейді» деген сияқты қарапайым сөйлемдер Айнұрдың ішіне ауыр тиетін. Ол кейде айнаға қарап тұрып өз-өзіне сұрақ қоятын. «Мен қай жерде қателесіп жүрмін?» Бірақ нақты жауап таппайтын. Себебі ол барын салып жүрді. Нұрлан бастапқыда ештеңе байқамайтын сияқты еді. Бірақ бір күні кешке Айнұр үнсіз тамақ жасап жүріп, ыдысты сәл қаттырақ қойып қалды. Сол сәтте Қалампыр апа бір қарады да, ештеңе демей кетті. Ал Нұрлан ас үйге кіргенде, Айнұрдың көзіндегі шаршауды бірінші рет анық байқағандай болды. «Сен шаршадың ба?» деді жай ғана. Айнұр бір сәт үнсіз қалды. Шын жауап бергісі келді, бірақ «Жоқ, бәрі жақсы», деді. Осы «бәрі жақсы» оның күн сайын айтатын өтірігіне айналып бара жатқан еді. Бір аптадан кейін жағдай сәл өзгере бастады. Қонақтар келетін болды. Үйді алдын ала дайындау керек, тамақ көп, тазалық ерекше болуы тиіс.
Қалампыр апа бәрін бақылауға алды. Айнұр таңнан кешке дейін жүгіріп жүрді. Бір сәтке отырып демалуға да уақыт болмады. Сол күні кешке қонақтар келді. Үй толды. Күлкі, әңгіме, ыдыс-аяқтың дыбысы. Айнұр бәріне үлгеруге тырысып жүр. Бір кезде бір кішкентай қателік кетті. Шайды кеш әкеліп қалды. Сол сәтте Қалампыр апа жымиып тұрып, бірақ бәрінің алдында «Біздің келін әлі үйреніп жатыр», деді. Сөздің өзі жай сияқты еді, бірақ Айнұр үшін ол ауыр соққы болды. Үй ішін күлкі басып кетті, ал Айнұр күлімсіреп тұрды. Бірақ іші біртүрлі боп кетті. Ыстық, ауыр, тұншығатын сезім. Нұрлан сол сәтте ештеңе демеді. Тек Айнұрға бір қарап қойды. Сол қараған көзқараста «Шыдашы» деген үнсіз сөз бар сияқты еді. Қонақтар кеткеннен кейін үй тынышталды. Айнұр ас үйді жинап жүріп, қолдары қалтырап кетті. Сол кезде ғана көзінен жас шығып кете жаздады. Бірақ өзін ұстап қалды. Сол сәтте Нұрлан келді. «Сен ренжіп тұрсың ба?» деді ол. Айнұр бірден басын шайқады. «Жоқ». Нұрлан біраз үнсіз тұрды. «Мама ондай ниетпен айтқан жоқ, жай қалжың шығар». Осы сөз Айнұрдың ішін одан сайын ауыртты. Себебі ол қалжың емес екенін сезді, бірақ дәлелдей алмады. Айтса, артық сезімталсың деп қалуы мүмкін еді. Сол түн Айнұр үшін ұзақ болды. Ол ұйықтай алмады. Терезеге қарап отырып, алғаш рет өзіне шын сұрақ қойды. «Мен осы үйде бақыттымын ба?» Жауап тез келмеді. Бірақ жүрегінде бір кішкентай күмән пайда болды. Сол күмән кейін үлкен ойға, кейін үлкен өзгеріске айналатын еді. Ал Нұрлан болса бәрі уақытша қиындық сияқты көрінетін. Ол махаббат бар жерде бәрі түзеледі деп сенетін. Бірақ ол бір нәрсені байқамайтын. Айнұр ішінен үнсіз өзгеріп барады. Ол түсініп келе жатты. Бұл жай ғана үй емес, жай ғана тұрмыс емес. Бұл адамды ішінен өзгертетін өмір. Ал ең қиыны оны сыртқа айтып түсіндіру мүмкін емес еді. Сол түннен кейін үйдегі ауа бір түрлі өзгеріп кеткендей болды. Сырттай бәрі бұрынғыдай. Ыдыс-аяқтың дыбысы, таңғы шай, Нұрланның жұмысқа асығуы, Қалампыр апаның төсектен тұрып баяу қозғалысы. Бірақ осының бәрінің астында көрінбейтін бір салқындық жиналып келе жатқандай еді. Айнұр енді таңертең оянғанда бірден тұрып кетпейтін. 1-2 минут үнсіз жатып қалады. Бұрынғыдай тез қимылдамайды. Ішінде бір шашау ғана емес, бір мән іздеу басталғандай. «Мен не үшін осылай істеп жүрмін?» деген сұрақ жиілей түсті. Қалампыр апа жазыла бастағанда да мінезі бірден жұмсармады. Тек үнсіздігі көбейді. Бұрын айтатын ескертулер азайды. Бірақ көзқарасы ұзақ қарайтын болды. Сол қараған кезде Айнұр өзін әлде тексеріліп тұрғандай сезінетін. Нұрлан бұл өзгерістердің бәрін толық түсінбеді. Ол үшін ең маңыздысы үй тыныштығы. Жұмыс, үй, тамақ, ұйқы. Ол махаббатты үлкен дауыспен емес, тыныш өмірмен өлшейтін. Сондықтан бәрі тыныш болса, бәрі жақсы деп ойлайтын. Бірақ Айнұр үшін тыныштық енді бұрынғыдай тыныш емес еді. Ол тыныштықтың ішінде айтылмаған сөздерді естіп тұрғандай болатын. Бір күні кешке Нұрлан ертерек келді. Көңіл-күйі жақсы сияқты еді. Ас үйден дауысы шықты. «Бүгін бір жаңалық бар». Айнұр бұрылды. «Қандай?» Нұрлан жымиып. «Жұмыста мені басқа бөлімге ауыстырды. Жауапкершілік көп болады». Айнұр басын изеді. «Жақсы ғой». Бірақ Нұрлан тоқтап қалды. «Жақсы ма?» деді ол қайта сұрап. Айнұр бір сәт үнсіз қалды. Себебі ол жақсы деп айту оңай екенін білетін. Бірақ ішінен «Мен қалай қабылдаймын?» деген сұрақ туып тұрды. Соңында бәрібір «Я, жақсы» деді. Сол сәтте Нұрлан оның жауабына толық сенген жоқ. Бірақ қарсы да шықпады. Кешкі ас үстінде Қалампыр апа алғаш рет ұзақ уақыт үнсіз отырды. Сосын жай ғана. «Үйде ер адамның жолы ашық болса, бәрі орнына келеді», деді. Айнұр ештеңе демеді. Бірақ бұл сөз оның ішінде бұрынғыдай ауыр тисе де, енді бір түрлі анық естіле бастады. Ол бұл сөздің артында тек пікір емес, бір өмірлік көзқарас жатқанын сезді. Сол түні Нұрлан мен Айнұр алғаш рет ұзақ сөйлесті. Нұрлан төсекте жатып, «Сен менен алыстап кеткендейсің», деді. Айнұр бірден жауап бермеді.
терезеге қарап қалды. Мен алыстап кеткен жоқпын, деді ақырын. Тек шашадым. Нұрлан бұрылды. Неден? Айнұр үндемеді. Себебі жауап бір сөйлемге сыймайтын еді. Ол неден деген сұрақтың артында жылдар жиналып жатқанын сезді. Білмеймін, бәрінен шығар, деді ақырында. Нұрлан оған қарап жатты. Ол түсінгісі келді, бірақ нақты ұстай алмады. Сол үшін, сен тым көп ұрлайсың, деді жай ғана. Осы сөйлем Айнұрдың ішінде бір нәрсені ақырын сындырғандай болды. Мен көп ойлаймын. Бұл оның сезімін жоққа шығару сияқты естілді. Сол сәтте Айнұр алғаш рет үнсіз бұрылды. Әңгіме тоқтады. Келесі күндерде арақашықтық байқала бастады. Үлкен ұрыс жоқ, айқай жоқ. Бірақ көзқарастар қысқарып, сөздер азайды. Бұрынғы жақындық біртіндеп алыстап бара жатқандай. Бір кеште Айнұр жалғыз отырды. Үй тыныш. Қалампыр апа бөлмесінде. Нұрлан жұмыста кешігіп жатыр. Сол тыныштықта Айнұр өз өміріне сырттан қарап отырғандай болды. Ол ойлады. Мен махаббатпен кірген едім. Ал қазір неге өзімді бөтен адам сияқты сезінемін? Жауап жоқ еді. Бірақ бір нәрсе анық бола бастады. Бұл өмір сырттай ғана тұрақты көрінгенмен, ішінен баяу өзгеріп бара жатқан еді. Нұрлан сол түні үйге әдеттегіден кеш келді. Есікті ақырын ашып кірді. Үй іші тыныш. Ас үйдің шамы ғана жанып тұр. Айнұр үстел басында үнсіз отыр екен. Алдында суып қалған шай. Ұйықтамадың ба? Деді Нұрлан күрсініп. Айнұр басын көтерді. Көздері шаршаған, бірақ жыламаған. Күттім. Нұрлан орындыққа отырып, маңдайын ұстап біраз отырды. Сосын бірден. Бізге сөйлесу керек сияқты, деді. Айнұр жүрегінің дүрсілін сезді. Осы сөзді ол көптен күтіп жүргенде еді. Бірақ қорқып та тұрды. Иә, деді жай ғана. Бір сәт екеуі де үнсіз қалды. Сөйлеу қиын еді. Себебі бұл жай әңгіме емес. Іште жиналғанның бәрін айту болатын. Сен өзгердің, деді Нұрлан тағы да. Бұрынғыдай емессің. Айнұр терең дем алды. Мен өзгермедім. Мен шашадым, Нұрлан. Неден шашадың, деді ол тағы да. Бұл жолы Айнұр тоқтамады. Бәрінен. Күн сайын дәлелдеу керек сияқты. Дұрыс келін екенімді, дұрыс адам екенімді. Әр ісіме сын айтылғанда үндемей қалудан шашадым. Сенің үндемей қалғаныңнан шашадым. Соңғы сөйлемнен кейін ауа ауырлап кеткендей болды. Нұрлан басын көтерді. Мен үндемей қалдым дейсің бе? Иә, деді Айнұр алғаш рет анық. Сен мені қорғаған жоқсың. Бұл сөз Нұрланға ауыр тиді. Мен сендерді ұрыстырғым келмеді. Бірақ сен үнсіз қалғанда мен жалғыз қалдым, деді Айнұр. Бұл жолы оның даусы дірілдеді. Бірақ ол жыламады. Көзіндегі жас іште тұрып қалды. Ұзақ үнсіздік болды. Нұрлан алғаш рет не айтарын білмей қалды. Себебі бұл айып емес, шындық еді. Сол сәтте бөлменің есігі сықырлап ашылды. Қалампыр апа шықты. Әдетте түнде шықпайтын, бірақ бұл жолы бәрін естігендей. Не болды? Деді ол салқын дауыспен. Екеуі де бірден жауап бермеді. Қалампыр апа жақындап келіп, үстелге қарады, сосын Айнұрға ұзақ қарады. Келін, сенің даусың көтеріліп бара жатыр соңғы кезде. Бұл сөз бәрін қайта бастап жібергендей болды. Бірақ бұл жолы Айнұр бұрынғыдай үндемеді. Мен даусымды көтеріп тұрған жоқпын, апа, деді сабырмен. Мен сөйлеп тұрмын. Қалампыр апа сәл тосылып қалды. Сөйлейтін нәрсен болса, ертең айтасың, деді ол. Жоқ, деді Айнұр баяу, бірақ анық. Мен бүгін айтамын. Нұрлан орнынан қозғалды. Айнұр. Бірақ Айнұр тоқтамады. Мен бұл үйде өзімді бөтен адам сияқты сезінемін, апа. Қанша тырыссам да жеткіліксіз сияқты. Мен қателессем түсінемін. Бірақ әр күн сайын тек сын есту, ол ауыр. Қалампыр апаның жүзі қатайып кетті.
біз саған жамандық жасап жатырмыз ба сонда? Жоқ, деді Айнұр. Бірақ жылы сөз жоқ. Осы сөйлем бәрінен ауыз шықты. Үнсіздік. Қалампыр апа алғаш рет жауап бермей қалды. Оның көзінде ашу мен ой қатар жүргендей болды. Мен сені тәрбиелеп жатырмын, деді ол ақырында. Үй деген тәртіппен тұрады. Ал адам ше, деді Айнұр жай ғана. Адамға не керек? Бұл сұраққа Қалампыр апа бірден жауап бере алмады. Нұрлан осы сәтте араға түсті. Жетер, деді қаттырақ. Екеуінде. Бірақ өзі де тоқтап қалды. Себебі бұл жай ұрыс емес. Жылдар бой жиналатын нәрсенің басы екенін сезді. Сол түні ешкім ұйықтай алмады. Таң атқанда бәрі әдеттегідей басталды. Бірақ енді бәрі бұрынғыдай емес еді. Айнұр таңертең тұрды. Бірақ бұл жолы асықпады. Әр қимылын ойланып жасады. Ішінде бір тыныштық пайда болғандай. Ауыр, бірақ анық. Нұрлан оны сырттан бақылап жүрді. Ол да өзгерісті сезді. Қалампыр апа да үнсіз еді. Бірақ бұл үнсіздік бұрынғыдай емес. Ойланған үнсіздік еді. Сол күні кешке күтпеген жағдай болды. Айнұр телефонмен сөйлесіп отыр еді. Анасы екен. Көптен бері ашылып сөйлеспеген. Қызым, даусың өзгеріп кетіпті, деді анасы. Осы сөзді естігенде Айнұрдың жүрегі біртүрлі болды. Жақсымын, деді әдеттегідей. Бірақ бұл жолы анасы тоқтамады. Шынымен бе? Ұзақ үнсіздік. Сол сәтте Айнұрдың ішінде бір нәрсе қозғалды. Көзінен жас өзінен өзі ағып кетті. Білмеймін, мама, деді ол сыбырлап. Бұл оның алғаш рет шындықты мойындауы еді. Телефонды қойғаннан кейін ол ұзақ отырды. Терең ойда. Сол кезде ол бір шешімге келе бастағанын өзі де сезбей қалды. Бұл шешім айқай емес. Бұл шешім қашу емес. Бұл өзін жоғалтпау туралы шешім еді. Ал бұл шешім осы үйдегі бәрін өзгертетін еді. Айнұр сол кештен кейін ұзақ ойланды. Жылап алып, қайта тынышталып, өз-өзіне бірінші рет анық қарағандай болды. Бұрын ол тек шыдап жүрген, тек үмітпен өмір сүрген. Ал енді ол түсінді. Шыдау өмір сүру емес. Таңертең ол әдеттегіден кешірек тұрды, асықпады. Ас үйге кіргенде Қалампыр апа отыр екен. Бұрын болса, Айнұр бірден жұмысқа кірісіп кететін. Бұл жолы ол жай ғана амандасты да қарсысына отырды. Қалампыр апа бірден байқады. Бүгін ерте тұрмадың ба? Деді. Шаршадым, деді Айнұр ашық. Бұл үйде алғаш рет ол өзін жасырмай жауап берді. Қалампыр апа үнсіз қалды. Әдетте бірдеңе дейтін еді. Бірақ бұл жолы тек қарап отырды. Сәлден кейін Нұрлан келді. Ол да біртүрлі абайлап жүргендей. Кеше түнгі әңгіме оның да ішіне әсер еткен еді. Айнұр шай қиып отырды. Бірақ бұл жолы қолы дірілдеген жоқ. Мен сөйлескім келеді, деді ол. Екеуі де оған қарады. Ұрыс үшін емес, түсіну үшін. Үй іші тынышталып қалды. Мен бұл үйге махаббатпен келдім, деді Айнұр жай. Бірақ анық дауыспен. Мен қарсы күресу үшін емес, отбасы болу үшін келдім. Бірақ мен өзімді жоғалта бастадым. Нұрлан басын төмен түсірді. Қалампыр апа да көзін тайдырмады. Мен сізді жек көрмеймін, апа, деді Айнұр. Бірақ мен өзімді де жоғалтқым келмейді. Бұл сөз өте тыныш айтылды. Бірақ салмағы ауыр еді. Ұзақ үнсіздік болды. Сосын күтпеген жерден Қалампыр апа терең дем алды. Мен де бір кезде дәл осылай айтқым келген, деді баяу. Айнұр таң қалды. Нұрлан да басын көтерді. Бірақ айта алмадым, деді ол. Мен үндемедім. Сосын ішімде жинап жүрдім. Кейін сол ашуды өзім де байқамай басқаларға шағара бастадым. Даусы баяу, бірақ шынайы еді. Мен сені қинап жүргенімді кеш түсіндім, деді ол. Бұл сөз Айнұр үшін күтпеген еді. Ол ештеңе демеді. Тек тыңдады. Мен сені жек көрген жоқпын, деді Қалампыр апа. Тек өзімнің өткенімді саған жүктеп қойдым. Үнсіздік. Сол сәтте Нұрлан сөйлеп кетті. Мен де қателестім, деді. Мен екеуінің араларына түспей, бәрі өзінен өз шешіледі деп ойладым. Ол Айнұрға қарады.
бірақ сен жалғыз қалған екенсің. Бұл сөз кеш болса да керек сөз еді. Айнұрдың көзіне жас келді. Бірақ бұл жолы ол әлсіздік емес еді. Бұл жиналған ауырлықтың шығуы еді. Сол күн үлкен өзгеріс әкелмеді. Бәрі бірден керемет болып кеткен жоқ. Қалампыр апа бір күнде жұмсақ болып кеткен жоқ. Нұрлан бірден мінсіз күйеу бола қойған жоқ. Айнұр да бірден бәрін ұмытып кетпеді. Бірақ бір нәрсе өзгерді. Олар алғаш рет бір-бірін естіді. Келесі күндерде үйдегі сөздер азайған жоқ. Бірақ өзгерді. Сынның орнына кейде түсіндіру келді. Үнсіздіктің орнына кейде әңгіме пайда болды. Айнұр да өзгерді. Ол енді тек шыдамайтын болды. Ол өз ойын сабырмен айтатын болды. Қатты емес, бірақ анық. Нұрлан да араласа бастады. Әрдайым емес, бірақ бұрынғыдай толық үнсіз емес. Ал Қалампыр апа кейде әлі де ескі мінезіне салып кететін. Бірақ өзі де байқап тоқтай бастады. Уақыт өтті. Бір күні кешке үшеуі бірге шай ішіп отырды. Тыныш. Бірақ бұл жолы ауыр емес тыныштық. Қалампыр апа кенет: «Шайды жақсы қиясың екен», деді. Бұл жай ғана сөйлемеді. Бірақ Айнұр үшін үлкен сөз. Ол жымиып: «Рахмет апа», деді. Нұрлан екеуіне қарап отырды. Оның жүзінде алғаш рет жеңілдік байқалды. Сол сәтте Айнұр ішінен түсінді. Бұл үй мінсіз емес. Бұл адамдар да мінсіз емес. Бірақ енді ол өзін жоғалтпай өмір сүріп жатыр. Және ең бастысы, ол енді үнсіз емес. Адам кейде басқа біреуді өзгертуге тырысады. Бірақ шын өзгеріс өзіңді жоғалтпай, өз шекараңды сақтаудан басталады. Өткеннің жарасы, егер оны түсінбесең, қайталанады. Ал егер оны мойындасаң, тоқтайды. Айнұр жеңген жоқ. Қалампыр апа да жеңілген жоқ. Бірақ олар бір нәрсені бірге жеңді. Үнсіздікті. Әңгіме ұнаса, каналға жазылып пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін үлкен қолдау.